Сәлем, достар! Эфирде шектеусіз мүмкіндіктер бағдарламасы және мен Асем. Бүгін біздің қонақтарымыз Еңсепбаев Балташ және Бакиев Ербек. Балташ, Ербек, сөз кезегі өздеріңізде. Қайырлы қымбатты достар, назарларыңызға көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған дойбыдан қалай ойын ойналады, жалпы сол жайында айтып, түсіндіріп таныстыратын боламыз. Жалпы дойбыда 64 клеткалы және 100 клеткалы екіге бөлінеді ғой, екіге бөлінеді. Соның ішінде ақ және қара түсті болып бөлінеді. Әр ойыншыда 12 тастан, 12 дойбы тасынан тұрады. Оның мысалға ақ, мұнымен ақ деп есептеледі, ұстағанда қолға бір тегіс келеді, қолдың ұстаған кезде. Ал қара дойбыда айналасы шыңқы, дөңгелек. Өйткені айырмашылығы білінуі үшін. Мүгілік анамға сезіліп тұру. Саусақпен сипаған кезде өзінің дойбысымен қарама-қарсы ойыншының дойбысын ажырату үшін осылай бөлек болып жасалған. Жалпы бұл дойбы ойыны қара жолақпен жүріледі. Қара түсті жолақтың бір қадаммен жүріп, және сіздің тарапыңыздан да бір қадаммен жүріп, солай ойналады. Сіз бұл жерде енді нотация деген болады. Сіздің жүріп отқан кодыңыз E-D4, E3, D4. Мен енді сізге жауап берем D6, C5. Сіз солай жауап берсеңіз, яғни сіз С мен D-ны жеуге әрекеттеніп жатырсыз. Бұл жерде жаңағы негізі әртүрлі мемлекеттердің өзінің тәсілі бар ғой, системалары болады. Бразильская система. Біздің ойнап жатқан негізі бразильский системаға жатады ғой деп ойлаймын. Солай жалпы ол жарыс барысында өзі белгіленген системамен ойын тәсілі жалғасатын болады. Осы біздің ойнап жатқанымыз негізі 64 клеткалы ойын. Ойын барысы осылай өрбіп жалғаса береді. Ақ пен қараның айырмашылығын көрсетіп айттық. Және бір қадам алға жүріп, жүргенде бір қадам алға жүріп, тұра жеген кезде 2-3 қадам тура кезде жегуге болады ғой. Әрине, ол жаңағы жүрде позицияға. Орыстардың шарқысымен бразильский системаның несі айырмашылығы сонда. Мысалға, егерде бразильский системада бір жейтін или үш жейтін екі вариант болса, сен обязательно үшеуін жеуің керек, көбін жеуің керек. Орыстар русский шашкида ондай емес, оны өзің білесің қалай жесең де. Сондай айырмашылықтары бар осы екі шашкидің. Сосын ол запах деп жататыны болады. Запах осы жайында. Жоқ, запах деген ол болмайды. Негізі болмайды. Ол обязательно жеу керек. Запах деген ондай ойындар болды. Көбісі шатасып жатады. Енді сосын ойын тақтасында көптеген пешкелерді жаңағы ойын дойбылар жиелініп, көптеген азайған жағдайда, және біздің қара ақтың ойыншысының соңғы тастары мына сіздің қалай айтамыз, нотация бойынша бір дейміз ғой, А1, С1, осы жаққа еткенде дампы деп айтылады, яғни алысқа жүруге мүмкін болады. Бұларда дампының преимуществосы болады, өздерінің ерекшеліктері. Бұл мысалға кәдімгі простой пешка болса, ол тек қасында ғана тұрса жей аласың да, егер дампы деп былай мысалға алыс тұрса жей аласың. Сондай айырмашылықтары бар. Осылай ойын жалғаса береді. Енді бізде осы шашкіден, дойбыдан, шахматтан түрлі кітапхананың өзінде жарыстар өтіп жатады. Қалалық болып, оны мысалға жарысты ұйымдастырса, облыстық, қалалық және республикалық масштабта өткізіледі ғой. Бұларға да уақытпен ойнайтын кездер болады. Әр ойыншыға қанша уақыттан беріп жатады жарыста көп жағдайда? Енді үлкен жарыстарда республикалық деңгейде ол чемпионат республики дейді ғой. Сол жерде енді кемінде 1,5 сағаттан общий алғанда 3 сағат береді ғой екі ойыншыға. Бұл жерде сағат басылады, сағатпен ойналады. Ол бір ойынға, бір ойынға. Ал енді облыстық
қалалық деңгейде болса, енді ол жаңа төрешілердің шешімімен қалай олар адам санына да байланысты өзі. Адам көп болса, сәл аздау қояды уақытты, себебі уақыт үнемдеу мақсатында. Сол дойбы және бұл екі ойыншының дойбысын қосқанда бас аяғы 24 ойынмен 24 таспен ойынды аттары ойнап шығуға болады. Біз көрсетіп өттік, жүру жолдағы тек қара жолақпен және бір қадаммен ғана жүріп, жаңағы дамқы болған жағдайда оның мүмкіншілігі өте көп. Сосын бір байқасаңыздар, мына жерде мына тесік болып тұр да, бұл не себеп тесік деп ойлаулары мүмкін. Мына шашқылар ұрып кетпеу үшін осындай тесікке орналасып қара сызықтың қара ұяшықтар ғана төменге қарай ұрып кетпес үшін мүгедек адам қолымен қағып жіберуі мүмкін. Тағы да басқалар жағдайлар болуы мүмкін, сондықтан мынау клетканың келесі бетінде жылжып өсіп кетпес үшін жасалып жатқан. Жалпы ойын осылай өріледі. Бос уақыттарыңызда тиімді пайдаланыңыздар, дойбы ойнаңыздар, ой сергітіңіздер. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Браво, жарайсыздар. Шынымды айтсам, мен дойбы ойнай алмаймын. Менің ойымша, бүгін тамаша әсерлі ойын болған сияқты. Жалпы, осы зағиптар дойбы ойнауы мүмкін бе? Ойнай алса қалай ойнайды екен деген сұрақтарға жауап қана беріп қоймай, сол сұрақтардың нүктесін бүгін сіздер қойған сияқтысыздар. Сол үшін де сіздерге мыңда бір рахмет. Ойындарыңызда тек қана жеңіс тілеймін. Ал достар, мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі жұмаға дейін сау саламат болыңыздар. Біздің арнаға жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпағайсыздар.